Бір ұл бала газетке жазыпты. Менің әкем Роза Рымбаеваға өте қатты әуес. Бірден естеңізші. Хатты жазған 9 жастағы Кенжебеков Роза. Робин Гуд орташа табысы бар адамдармен кездескенде абдырап қалады екен. Әрбір әйел үй шаруашылығында өз кінәсін сезінетін күйеуден пайдалы ештеңе жоқ екенін біледі. Автобуста Каспий QR істемей қалса не істейсің? Дәрігер шақырыңдар деп айқайлаймын. Неге? Жүрегің тоқтап қалады ғой. Балаң оқуға түсті ме? Жоқ, бірақ Каспий ретке өтті. Қандай мамандық? Айлық көрмей iPhone алу өнері. Жаным, мені осы шалбар семірте ме? Мен шындықты айтсам ренжімейсің бе? Жоқ, не десең де ренжімеймін. Мен көрші әйелмен ұйықтап жүрмін. Бір бөтелке арақ беріңізші. Жасың нешеде? 23-темін. Біз бала-шағаға арақ сатпаймыз. Ой, мамай! Кешкісін. Күйеу үйде жоқ. Әйелі мазасызданып отыр. Мүмкін басқа әйелмен жүрген шығар. Баяғыдан сезетінмін. Анасы. Ой, балам-ау, неге бірден жаман жаққа бұрасың? Бәлкім машина қағып кеткен болар. Әйелі программист күйеуін дүкенге жібереді. Бір батон алып кел. Ал егер жұмыртқа болса, 10 ал. Күйеу дүкенде. Бір батон беріңізші дейді. Оған батон береді. Рахмет. Ал жұмыртқа бар ма? Бар. Онда тағы 9 батон беріңіз. Астанада үлкен бір ғимарат салуға тендер өтеді. Алдымен немістер келеді. Жобасы 10 миллион. Сосын түріктер шығады. 5 миллион. Енді қазақ компаниясы сөз алады. Бағасы 15 миллион. Ойбай, баға неге аспандап кеткен? Енді 5 миллион бізге, 5 миллион сізге, 5 миллион түріктерге сауып береді ғой солар. Жұмысқа кешігіп келген ер адамнан бастығы. Неге кешіктің? Қайда болдың? Мен кішкентай баламды таңертең балабақшаға келсем, ол оның балабақшасы емес екен. Сосын басқа балабақшаға бардық. Ол да оңке емес. Ары қарай не істедің? Не істедім? Үшіншіге апардым. Тағы да қателестік. Сосын не болды? 4-шісіне келгенде менің ұлым маған былай деді. Әке, тағы бір балабақшаға барсақ, мен мектепке кешігіп қаламын. Қазақстан делегациясы Қытайға келеді. Қытайлар олардың құрметіне сәнді қабылдау ұйымдастырады. Біздікілер сұрайды. Банкетті қай ақшаға жасадыңдар? Бүкіл әлемде кризис қой. Қытайлар терезе алдына апарады да. Көпірді көріп тұрсыз ба? Иә. Оның құны 30 миллион доллар. Біз тендер өткіздік. Және оны 25 миллионға салған компания табылды. Қалған ақшаға қазақ достарымызды қонаққа шақыра алдық. Біраз уақыттан кейін Қытай делегациясы Қазақстанға келеді. Олар үшін патшалық қабылдау ұйымдастырылады. Қытайлар. Бұл қалай? Қандай ақшаға? Деп сұрайды. Біздікілер оларды терезе алдына апарып. Көпірді көріп тұрсыз ба? Жоқ. Міне, осылай.